Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге сосиски в тесте духовкада жасап көрсететін боламын. Рецептісін видеоның астына описанияға жазып кететін боламын. Қамыры деген өте жұмсақ болып шығады. Дәмді, балалардың сүйіп жейтін тағамдарының бірі. Жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізге керегі ұн, одан кейін тұз, оның үстіне тұзды саламыз, одан кейін қантты саламыз. Келесі кезекте ашытқыны саламыз. Одан кейін жұмыртқаны саламыз, бір жұмыртқа қажет болады. Одан кейін сүтті жайлап құйып отырамыз да қамырды илейтін боламыз. Барлығы осы видеода көрсетілген, түсінікті деп ойлаймын. Осылайынан ұнымыз біріккенше жақсылап қамырды илейміз. Бізде жұмсақ қамыр болып шығу қажет. Қамырымызды толықтай біріктіріп илеп алғаннан кейін қолымыз сәл жабысқақ сияқты болады қамырмен, бірақ біз оның үстіне сұйық майды құямыз да жақсылап қамырымызды теп-тегіс жып-жылтыр қылдырып илеп шығамыз. Одан кейін қамырымыздың бетін жауып, немесе пищевой пленкамен жапсаңыз да болады. Мен қақпақпен жауып, жылы жерге жарты сағат 45 минутқа тынықтырып қойдым. Қамырымыз осылайынан көтеріліп шығады. Қаласаңыз бір басып, қайтадан екінші қайтара көтеруді күтуге болады. Мен бірақ бірден қамырды илеп жасай бердім. Қамырымды осылайынан екі бөлікке бөліп алдым жақсылап. Барлығын видеода көргендей етіп жасасаңыздар болады. Қамырымызды жақсылап оқтаулап, теп-тегіс қылдырып, жұп-жұқа қылдырып жайып шығамыз. Қамырды жұқа қылдырып жайып шыққаннан кейін, осылайынан пышақпен ұзынша етіп, жіңішке қылдырып кесіп шығамыз. Яғни бұл жерде енді өзіңіз көз мөлшерімен кесіп шығасыз барлығын. Қалың жерлері болса, қолыңызбен осылай басып, кішкене жұқартып алсаңыз болады. Одан кейін сосискаларымызды аламыз, жаңағы ұзынша етіп кесілген қамырымызға осылай орап шығамыз. Егер де қамырымыз ұзын болса, қалған артық жерін кесіп тастауға болады. Кесіп алып, келесі қамырға қалдыруға болады. Не болмаса, жеткілікті болса, осылайдан орап, листімізға тізе береміз. Қамырымыздың барлығын осылайынан сосискилерге орап шықтық. Менде 22 штук сосиски в тесте шықты. Ендігі кезекте міне жұмыртқамды осылай жақсылап араластырып алдым, бір жұмыртқаны. Содан кейін жаңағы сосискилардың үстіне жағып шықтым. Қаласаңыз, тек қана жұмыртқаның сарысында жағуға болады. Мен ағы мен сарысын бірге араластырып жағып шықтым. Одан кейін оның үстіне үйде қалған кішкентай күнжут бар екен, сол күнжуттарды сеуіп жатырмын. Сеуіп шығам, жетпегеніне мак сепсе де болады. Күнжутты сеуіп болғаннан кейін макты сеуіп бастаймыз. Қалған сосискиларымызға макты сеуіп шығамыз. Қамырды сосискиларға орап бастаған кезде духовкамызда алдын ала қыздыруды ұмытпаңыздар. Қыздырып қоямыз. Мен конвекция режимінде 20-30 минутта пісіріп шықтым. Сіздердің духовкаларыңыз өздеріңіз байқастап пісіресіздер. Мінекей менің сосискиларым пісіп шықты, өте дәмді. Қамыры өте жұмсақ, видеода көріп тұрғандарыңыздай болып шықты. Жасап көріңіздер, балаларыңызға өте ұнайтын болады, дәмді. Мінекей мен сосискидің ортасын кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ, видеода көрініп тұрғандай. Жасап көріңіздер, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.